Саламатсыздар ма, әріптестер? Сіздерге журналда күнделік кезекте формативті бағаны қалай қою керек екенін көрсетемін. Менің түсіріп жатқан видеоларым сіздерге ұнап жатса, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қандай да сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады. Ал енді сіздерге түсіндіріп өтейін. Сіздер күнделік кезекте журналдарға кіресіздер. Журналға кіргеннен кейін сіздерде сыныптар тізімі шығады. Сыныбыңызға кіресіз. Және пәніңізді таңдайсыз. Бүгін мысалы әдебиет сабағы болса, әдебиетті оқуды таңдайсыз. Сабақ ашылғаннан кейін осындай сіздерде оқушылар тізімімен осындай бет ашылады. Сіз күнді таңдайсыз. Мысалы үшін 27-сі болса, 27-ші күнді үстін басасыз. Күнді басқан соң сізде оқушылар тізімі шығады, осындай бет ашылады. Сіз сабақ өткізілді дегенді таңдайсыз. Одан соң мына жерде сабақтағы жұмыстар деген бар, соның жанында жұмысты қосу деген тұр. Осының үстін басасыз. Жұмысты қосу деген басқанда сіздерде осындай шығады. Мына нені басасыздар, осы кестені басасыздар, сіздерде міне шығады. Егер сіздер қашықтықта оқитын болсаңыздар, қашықтық сабақ деген таңдайсыздар бірінші. Сосын жасау. Осылай қашықтық сабақты жасап аласыздар бірінші. Міне сіздерде қашықтық сабақ жасалынды. Міне тұр. Енді тағы да жұмысты қосуды басасыз. Жұмысты қосуды басқан соң енді сізде осындай бет шығады қайтадан. Мына жерді басасыз, мына тұрған жерді. Сізде міне енді формативті баға дегенді таңдайсыз. Міне тұр ол. Осыны таңдап басасыз. Қайтадан жасаймыз. Жасау дегенді басамыз. Міне бізде қашықтық сабақ, формативті баға екеуі де шықты. Енді қайтадан мына жерге сіз балаларға формативті баға деген ашылды. Осы жерге балалардың өзіне тиесілі балдарын қойып шығасыз. Керекті балдарын қойып шыққаннан кейін осы формативті бағаның кестесіне сосын мына жоғарыдағы үті қосу деген бар. Үй тапсырма қосу, осыны басасыздар. Енді ары қарай күнделікті толтырып жүргенде үй тапсырмасын жазасыздар. Үй тапсырмасын мына жерге жазасыздар. Сонымен үй тапсырма беруді басып, одан кейінгі күнделікті басып жүрген күй дегенді басып, солай күнделікті бағаларын қойып жүрсеңіздер болады.